Саламатсыздар ма? Бүгүнкү биздин сабагыбыз счетный оплату дайындап жиберүү тууралуу болот. Мына счетный оплатунун формасы. Мына жерге 10-катарга бенефициар деген жерге компаниянын, яғни тапсырышты орундаушунун маалиметин жазамыз. ТО Мегалюкс строй сервис. Көчүрүп алып, мына жака коябыз. Онунчу катарга коябыз. ТО Мегалюкс строй сервис. Одан кийин экинчи 11-катарга бин жазамыз, яғни жаңағы орындаушы компаниянын бини міне 250-540 көчүрүп алып, орындаушы компаниянын тоонун бинин жазамыз. Одан кийин кай компания менен жумуш істейсиздер? 12-нчи одан кийин 12-нчи катарда кай банк менен жумуш аткарат, яғни счет кай банкке түшөт, сону энгиземиз. Мына жерде эмне тур? АО Жусан банк. Осы Жусан банкты энгиземиз. Жусан банкты энгиземиз. Одан кийин ИК компаниянын ИИГи. Онун так мындай, яғни счет номери, банктеги счет номери компаниянын. Буну көчүрүп алып, жерге коябыз. Одан кийин КБЕ, ол бәріміз билебиз, яғни ИПлардын КБЕси 19 болса, ТОнуки 17. КБЕ биздики ТО болгондон кийин 17 деп жазамыз. Одан кийин банктын БИК номери. Ол бизде мындай мына көчүрүп алып, банктын БИК номерин жазамыз мына жака. 13-нчи катарга код назначения платежа дегенбиз. Код назначения платежа дегенбиз ол Google'га киремиз. Сөйтүп код назначения платежа строительство деп жазамыз. Строительство бизде строительство болгондон кийин ошол жерде чыгат 819 деп. Сону мына жака жазамыз 819 менен. Одан кийин түшөмүз астына 17-нчи катарга счетный оплату договору, яғни счетный оплату номери канча, сону жазамыз. Бизде 5 жазамыз. Одан кийин числону 19 11 225. Одан кийин келеси яғни орундаушунун бинин жазамыз. Бизде бин мындай мына жерде орундаушунун бини тур. Осы бинди жазамыз. 20-нчы катарга бинди жазамыз. Одан кийин ТО бизде ТОнун атауын жазамыз. Бизде Мегалюкс строй сервис ТОсу. ТОнун атауын жазамыз. ТОнун атауын акеп койдук. Одан кийин юридический адрес. Ол міндетті түрде Қазақстан Республикасы деп мемлекет жазылатын болады. Одан бөлек
ТОның юридический адреси Шымкент қаласы. Көшіріп аламыз. Юридический адресін жазамыз сөйтіп. Юридический адресін қоямыз. 15-11. Одан кейін телефон нөмірін енгіземіз. Тапсырыс орындаушының. Одан кейін заказчиктің, яғни тапсырыс берушінің бинін жазамыз. Тапсырыс берушінің бины бізде міне тұр. Бин номері. Договорда бәрі көрсетіледі. Договордан алып мәліметтердің бәрін енгіземіз. Міне бин номері. Әкеп қойдық. Одан кейін ТОның атауы, тапсырыс берушінің. Тапсырыс беруші ТОның атауы. Әкеп қоямыз онда біз. Қойдық. Және де осы тапсырыс беруші ТОның юридический адресі. Бұда да міндетті түрде мемлекет жазылады. Мемлекет, облыс болса облыс, қала, және көшесі, үй номері бәрі жазылады. Республика Қазақстан. Өшіріп енгіземіз юридический адресін. Одан кейін договор 24-ші қатарға договордың номерін жазамыз. Және де числоны жазамыз договорға қол қойылған уақытта. Және де мына жерде 27-ші қатарға қандай жұмыс жасалды. Яғни біз оны бізде обшивка наружных стен торгового дома из материала by Алькабанот. Мына жерге квадрат метрін. Одан кейін мына жерге бағасына квадрат метрге, және де мына жерде сумасын. Сол жақта екінші жұмысымыз сварочный работа. 135 теңгеден 100 мың теңге міне. Одан кейін бізде так келесі неміз ол 32-ші қатарға. 32-ші қатарда біз мына суманың итогасын жазамыз. 13.600.000 теңге. Және де бізде НДС болатын болса НДС жазамыз міне. 8,5% НДС. Және де 34-ші қатарға всего наименование дегенге мына жерде жасаған жұмысымыз қанша соны жазамыз. Яғни мына жерде біз 2 жұмыс жасадық па, 2 жұмысты жазамыз міне. 2 деп. Одан кейін сумма бізде қанша шықты, барлығын қосқанда 14 миллион қанша шығатындығын есептейміз. НДСті қосып тұрып есептейміз. Бізде шығады 14.747.500 теңге. Осы НДС'дің барлығын қосып есептейміз. Сөйтіп сол жерге бүкіл сумманы жазамыз. Всего к оплате деген жерге астына бұл жерге әріппен, яғни әріппен жазамыз. Ол бізде договорда да тұр міне. Договорда бізде договорда да болады ол 14 миллион 14 миллионов. Бұны көшіріп алып жаңағыдегі 35-ші қатарға енгіземіз. Теңге. Одан кейін исполнитель дегенге жаңағыдегі ТОның директорының қолын қойып, мына жерге печаты бар. Печатын қойға жібереміз. Бәрін бір тексереміз, көреміз. Сөйтіп тапсырыс берушіге жібереміз. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Жақсы сау болыңыздар.